Қош келдіңіз. Бұл бейнеролик British Council мен бірге IELTS емтиханын тапсыру үшін тіркелу рәсімі туралы нұсқаулық. Егер IELTS-ті оқу, жұмыс немесе көші-қон үшін тапсырғыңыз келсе, IELTS емтиханына тіркелу рәсімі қалай өтетіні туралы осы роликтен біле аласыз. Бірінші қадам емтихан күнін таңдау. Біріншіден біздің Kazakhstan British Council.org ресми сайтымызға кіру керек. Жоғары оң жақ бұрыштан қалаған тіліңізді таңдаңыз. Бұл бейнероликте сайттың ағылшын тіліндегі нұсқасы көрсетіледі. Мәзірге өтіп, емтихандар батырмасын басыңыз. Мұнда біз ұсынатын барлық емтиханның тізімін көресіз. Бізге IELTS-ті таңдау керек. Батырманы басып, IELTS бетіне өтеміз. Парақшада біздің ұйымымызда IELTS емтиханын тапсыру туралы барлық ақпарат берілген. Онымен танысуға кеңес береміз. Парақшаның жоғарғы жағында IELTS тестілерінің түрлері және олардың құны жазылған кесте орналасқан. Назар аударыңыз, егер сізге Ұлыбританияға визаға және иммиграцияға тест тапсыру қажет болса, IELTS UKVI тестілеу түріне тіркелу керек. Сізге қандай тест түрі қажет екенін иммиграциямен айналысатын агентіңізден алдын ала анықтап алыңыз. Нақтылағаннан кейін алдын ала жазылу рәсімін жалғастыра аласыз. Мақсатыңызға сәйкес тестілеу түрін таңдап, Book Now батырмасын басыңыз. Бұл бейнероликте біз IELTS Academic тестілеу түрін таңдаймыз. Ашылған парақшада IELTS Academic дегенді тағы да таңдаңыз. Енді сіз тест тапсырғыңыз келетін жерді таңдай аласыз. Мысалы, Астана қаласында. Келесі бөлім өте маңызды. Егер сізде ерекше қажеттіліктер болса, оларды осы бөлімде белгілеу қажет. Тестілеу кезінде сіздерге қолайлы жағдай жасауымыз үшін талаптарыңызды егжей-тегжейлі түсіндіріңіз. Сондай-ақ, кейінірек ерекше талаптарды немесе шарттарды, ресми медициналық құжаттарды көрсетіп, растау қажет болады. Сіз тестілеудің барлық күндерін форматты таңдау бөліміндегі I don't mind батырмасын басу арқылы көре аласыз. Сондай-ақ IELTS тапсыру күнін тесттің компьютерде немесе қағаздағы түрі бойынша іріктеуге болады. Тестілеу түрлерінің мазмұны мен форматы бірдей. Олардың сұрақтарға жауаптарды толтыруда кейбір айырмашылықтары бар. Бұл айырмашылықтар туралы толығырақ ресми сайтымыздан біле аласыз. Мысалы, сізге қолмен жазудан гөрі компьютерде теру ыңғайлы болуы мүмкін. Сондықтан компьютерде IELTS тестін тапсыруды таңдай аласыз. Әрі қарай емтихан күнін таңдау керек. Ең қолайлы күнді таңдау маңызды. Келесі бетке өту үшін Search for Test батырмасын басыңыз. Келесі бетте сіз тестілеу орындарының бірнеше нұсқаларын және ауызша бөлімді тапсыру әдісін көресіз. IELTS-тің ауызша бөлігін емтихан алушымен бетпе-бет кездесіп, онымен офлайн сөйлесіп тапсыра аласыз. Сондай-ақ бұл бөлімді онлайн өте аласыз. Онда сіз емтихан алушымен Zoom арқылы онлайн сөйлесесіз. Сонымен қатар емтиханның ауызша бөлігін қай уақытта тапсыру керектігін таңдай аласыз. Book Test батырмасын басып, қалауыңызға сәйкес келетін нұсқаны таңдаңыз. Екінші қадам – жеке аккаунт ашу. Келесі қадамда жеке мәліметтерді енгізіп, аккаунт ашу қажет. Бұл сізге тестілеу нәтижелеріне және басқа қызметтерге онлайн режимде қол жеткізуге мүмкіндік береді. Осы жерге электрондық пошта мекен-жайын енгізіп, растау қажет. Сіз тұрақты қолданатын және тексеріп тұратын қолданыстағы электрондық пошта мекен-жайын пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз. Содан кейін оңай есте сақтауға болатын сенімді құпия сөз ойлап табыңыз. Ол сізге кейінірек қажет болады. Register for an account батырмасын басыңыз. Сіздің поштаңызға растау кодын жібереміз. Оны төмендегі бөлімде енгізіңіз. Содан кейін Complete Registration батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде тестілеу күні мен уақытын қайтадан таңдау керек. Осы жерде тестіні өзіңіз тапсырғаныңызды немесе 18 жасқа толмаған балаңызды тіркейтініңізді көрсетуіңіз керек. Егер тестіні өзіңіз тапсырсаңыз, төменге өзіңіздің мәліметтеріңізді енгізіңіз. Егер балаңызды тіркеп жатсаңыз, төменге оның деректерін, ал келесі бетте өзіңіздің деректеріңізді енгізіңіз. Егер сіз 18 жасқа толмаған болсаңыз, тіркеуді өзіңіз жасай алмайсыз. Енді сіз туралы бөліміне өтеміз. Мұнда өзіңіз туралы қосымша ақпаратты енгізу керек. Атыңызды, тегіңізді, туған күніңізді және жынысыңызды толтырыңыз. Егер тегіңіз болмаса, көрсетілген бөлімде белгі қоюға болады. Келесі бөлім сіздің байланыс деректеріңізге арналған. Телефон нөміріңізді, тұратын еліңізді, тұрғылықты мекен-жайыңызды және пошталық индексіңізді көрсетіңіз. Деректерді дұрыс көрсеткеніңізге көз жеткізіңіз. Бұл ақпарат тестілеу туралы сізбен байланысу үшін қажет болуы мүмкін. British Council ұйымы сізді ағылшын тілін жетілдіруге көмектесетін қызметтері мен іс-шаралары туралы хабардар еткісі келеді. Егер бізден электрондық хаттар алғыңыз келсе, бірінші нұсқаны таңдаңыз. Егер біздің серіктестерімізден іс-шаралар туралы ақпарат алғыңыз келсе, екінші нұсқаны таңдаңыз. Егер бізден ешқандай хат алмауды қаласаңыз, үшінші нұсқаны таңдаңыз. Сондай-ақ сіз біздің шарттарымызбен келісуіңіз керек. Өзіңіздің құқықтарыңыз бен міндеттеріңізді түсіну үшін шарттарды мұқият оқып шығуды ұсынамыз. Содан соң Save and Continue батырмасын басып жазбаңызды тіркеуді жалғастырыңыз.
Үшінші қадам тіркеуді аяқтау. Құттықтаймыз! Сіз өзіңіздің жеке аккаунтыңызды сәтті аштыңыз. Енді өзіңіздің жеке деректеріңізді төменде енгізе аласыз. Емтихан күні сіз қазір көрсететін құжатты өзіңізбен бірге алып келуіңіз қажет. Бұл жеке басын куәландыратын құжат немесе паспорт болуы мүмкін. IELTS тапсыратын елде жарамды және қабылданған құжатты пайдаланатыныңызға көз жеткізіңіз. Бұл бейнероликте біз мысал ретінде паспорт қолданамыз. Паспорт нөмірін, жарамдылық мерзімін, оны берген мекеменің атауын және азаматтығыңызды енгіземіз. Соңында жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін жүктеу қажет. Choose a file батырмасын басып жүктеу үшін көшірмені таңдаңыз. Сондай-ақ паспорттың екінші көшірмесін жүктеуге болады. Барлығын толтырыңыз. Содан кейін Save and Continue батырмасын басыңыз. Мәліметтеріңізді қайтадан тексере аласыз. Бұл өте маңызды, өйткені сіз сертификатта көрсетілетін деректердің дұрыстығын растайсыз. Егер бәрі дұрыс болса, тіркеуді жалғастыру үшін I confirm these details are correct батырмасын басыңыз. Келесі қадам өзіңіз туралы бірнеше қарапайым сұрақтарға жауап беру. Сұрақтар тест нәтижелерімен байланысты емес, ақпарат жинау үшін және қызмет сапасын жақсарту үшін British Council пайдаланады. Ана тіліңізді таңдаңыз, мысалы қазақ. Ағылшын тілін үйрену кезеңін көрсетіңіз. Содан кейін сәйкес білім деңгейін және немесе мамандығыңызды таңдаңыз. IELTS тестін тапсыру мақсатын көрсетіңіз. Осы бейнероликте мысал ретінде Ұлыбританияда орналасқан жоғары оқу орнын таңдайық. Save and Continue батырмасын басқаннан кейін біз тіркеудің соңғы кезеңіне өтеміз. Төртінші қадам растау және төлеу. Сіз мақсатыңызға жақындадыңыз. Енді тіркеу деректерін растап төлем жасайық. Бұл бетте сіз тіркеу деректерін тексеріп, қажет болған жағдайда өзгерте аласыз. Егер сіз басқа біреу немесе компания тіркелгеніңіз туралы ақпаратты алуын қаласаңыз, олардың электрондық пошта мекен-жайын Order Acknowledgements бөлімінде енгізе аласыз. Егер сіз осы бөлімде мен нұсқасын таңдасаңыз, алдын енгізген электрондық пошта мекен-жайыңызға растау аласыз. Біздің шарттарымызбен келісетініңізді тағы бір рет растауыңыз қажет. Егер оларды әлі оқымаған болсаңыз, осы сілтемені басып оқып шыға аласыз. Керемет, сіз тіркеуді аяқтадыңыз. Енді төлем жасай аласыз. Сізде екі нұсқа бар, кредиттік немесе дебеттік картамен онлайн төлей аласыз. Ол үшін Pay Online батырмасын басамыз. Сондай-ақ екінші батырманы басу арқылы кейінірек төлеуге болады. Егер банк аударым арқылы төлегіңіз келсе, екінші нұсқаны таңдауыңыз қажет. Бұл бейнероликте біз екінші нұсқаны таңдаймыз. Уайымдамаңыз, егер ойыңыздан айнып онлайн төлегіңіз келсе, мұны өз аккаунтыңызда жасай аласыз. Сіз тест тапсыруға сәтті тіркелдіңіз. Төменде тестілеу күні мен орны туралы толық ақпаратты, сондай-ақ банк аударымына қажетті ақпаратты көре аласыз. Назар аударыңыз. Егер төлем көрсетілген мерзім ішінде алынбаса, тест тапсыруға тіркелу автоматты түрде жойылады. Егер емтихан күніне өте жақын тіркелсеңіз, өзіңізге орын брондау үшін тіркелу кезінде міндетті түрде төлем жасаңыз. Егер өткізіп алған төлем мерзімдеріне байланысты тіркеудің күші жойылған болса, алаңдамаңыз. Болашақта кез келген қолжетімді тестілеу күндеріне тіркелуге болады. British Council ұйымына IELTS тапсыруға келген барлық үміткерлер IELTS Ready Premium IELTS тестілеуіне ақысыз дайындық курсын алады. Кіруге қалай рұқсат алуға болатындығы туралы нұсқаулар алу үшін электрондық поштаңызды тексеріңіз. Дайындықты практикалық тестілерден, жауап беру үлгілерінен, мастер-класстардан, жаттығулардан және сарапшылардың пікірлерінен бастаңыз. Көмегіміз керек болса, біз әрқашан көмектесуге дайынбыз. Егер сізде қандай да бір сұрақтар немесе мәселелер туындаса, бізге хабарласыңыз. Біздің байланыс деректерімізді және тіркеу бетіне сілтемені осы бейнероликтің сипаттамасынан таба аласыз. Емтихандарда сәттілік тілейміз және British Council ұйымын таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.